Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде тақырыбымыз алгебралық өрнектер. Сіздермен әдеттегідей Айбек ағайларыңыз. Ең алдымен алгебралық өрнектер дегеніміз әріптерден, сандардан, арифметикалық амалдардан, рационал дәреже және жақшалардан құрастырылған өрнектерді айтамыз. Яғни бүгінгі тақырыпта бізде жақшаларды ашып, ықшамдау бойынша болмақ. Ең алдымен бізде мына мысалды қарайтын болсақ, экрандағы минус x көбейтілген жақша ішінде а қосылған 2b минус с түрінде берілетін болса, мұнда бізде қазір не істеу керек болады? Жақшаны ашыңыз дейді. Яғни бұл жерде демек жақшаны ашу барысында жақшаның сыртында тұрған минус x айнымалысы жақшаның ішінде тұрған әрбір мүшеге жеке-жеке көбейтілетін болады. Демек, минус x-ті барып аға көбейтетін болса, минус ax, яғни таңбасымен бірге көбейтіледі. Соны абай болыңыздар, оқушылар. Минус x-ті аға көбейтетін болсақ, минус ax болады. Жақшаның сыртында тұрған минус x-ті 2b-ға көбейткенде минус 2bx болады. Және минус таңбасымен бірге минус x минус с-ға көбейтілген кезде плюс sx болады екен. Мұнда яғни жақшаның ашылу түрінде көрсетілген. Әрқайсысы жеке-жеке әр айнымалыға көбейтіліп шықты. Мұнда бізде осы өрнекті қарай отырып, мұна мысалдарды шығарып көрсек. Мұндағы барлығында жақшаларды ашып шығыңыз дейді. Яғни 6 деген санды 2x-қа қазір мен жеке-жеке әрқайсысына көбейтіп шығатын боламын. 6-ны 2x-қа, 1,5 y-ге және 1 деген санға көбейтіп шығамын. 6-ны ең алдымен 2x-ке көбейтетін болса, 12x-ті береді. 6 деген санды минус 1,5 y-қа көбейтетін болса, сіздер калькулятормен өздеріңіз көбейтсеңіздер болады. 9y-ті береді. 6 деген санды плюс 1-ге көбейтетін болсақ, ол жай ғана 6-ның өзін береді екен. Демек, мінекей экранда тұрғандай осы түрде жақшамыз ашылады. 6-ны 2x-қа, 1,5 y-қа және 1-ге көбейтіп шықтық. Келесі есеп, минус 4-ті x-қа көбейтетін болсам, таңбасымен бірге көбейтіледі. Минус 4x-ті береді. Минус 4-ті барып 2y-қа көбейтетін болсам, 2 мен минус 4 көбейтіліп, минус 8y деген мәні береді. Яғни тек сандар, коэффициенттер мен коэффициенттер көбейтіліп жатыр. Келесі, минус 4-ті барып, минус түбірасты 3-ке көбейткен кезде, минус пен минус таңба көбейтілетін болса, нені береді? Бізде әрине плюс таңбасын береді екен. Демек, плюс 4 түбір астында 3 деген мәнді береді. Бұл жерде көбісі қателік жіберетіні түбір асты 12 деп қояды. Олай болмайды. Түбір астында тұрған сан мен бүтін санымыз ешқашан бір-біріне көбейтіле алмайды оқушылар. Осылай жақын жазылған күйде қалады екен. Келесі есепте минус m-ді бар, минус m-ға көбейтеміз. Минус m-ді минус m-ға көбейткенде минус пен минус көбейтілетін болса, плюс болады, яғни плюс m-ның квадраты болады. Келесі m-ді барып 2n-ға көбейтетін болсам, қосылған 2m және n-ді береді. Минус m-ді барып, мұнда таңбасына қателесіп кетті, минусы бар, өйткені бізде минус пен плюсті көбейткенде минус m-н болады. Келесі, минус m-ді минус 5-ке көбейтетін болсақ, минус пен минус не болып кетеді? Плюс 5m деген мәнді береді екен. Мінекей бізде жақшамыз ашылды. Барлығын көбейтіп шықтық. Келесі, олай болса, бірінші тапсырмаға өтейік. Егер m және минус 5n 12 болатын болса, онда мұна жақшаның өрнегін анықтап, мәнін табыңыз. Ең алдымен бізде мұна жоғарыдағы шартты пайдалана отырып, мұнда берілген жақшаны ашуымыз қажет бізде оқушылар. Мұнда бізде сіздер m мен n-нің орнына ойдан бір сандар беріп, мұнда қоя салсаңыздар болады. Немесе сіздерге кәдімгі алгебралық жолмен шығару әдісі бойынша бізде қазір көрсететін боламыз. Яғни ең алдымен жақшаны ашып аламыз. 3-ті 2m-ға көбейтемін жақшаны ашу барысында және 7n-ға көбейтемін. 3-ті 2m-ға көбейтетін болсам, бізде мынандай дүние пайда болады екен. 6m, яғни 6 мен 3 пен 2 көбейтсек 6m, қосылған 3-ті барып 7-ге көбейтетін болсам 21n және азайтылған 51n деген мәнді аламыз. Енді осы жерден 6m деген өрнегіміз тұра берсін сол күйінде. Бұл жерде 21-ден 51-ді бізде азайтуымыз керек болады. 21-ден 51-ді азайтатын болса, азайтылған 30n деген мәнді алады екенбіз. Мінекей, оқушылар, бізден істедік. Сәйкесінше ұқсас мүшелерді бір-бірінен азайтып тастадым. Өйткені мына екеуі бізде бір-бірімен ұқсас. 21n мен 51n-ді сәйкесінше бірдей айнымалысы бар өрнектерді бір-бірінен азайтуға болады. Ал мынау 6m болғандықтан, әріпі басқаша болғандықтан оны азайта алмаймыз, иә? Сол күйінше қалады. Әрқайсысы әріптері өзімен
қалуы тиіс. Енді мына жерден ары қарай бізде ықшамдауымыз керек. Қараңыздар, 6 мен 30 деген сандардың екеуінің ортақ бөлімін жақшаның сыртына ортақ бір дүниені шығаруымыз қажет. 6 мен 30-дан екеуінен жақшаның сыртына 6 деген санды мен шығарып жіберемін, көбейту қылып. Демек, мынау 6m-нен 6-ны шығаратын болсақ, тек қана m қалады екен. 6m-нен 6-ны шығарған кезде m қалады. Ал 30-дан 6-ны бөліп алатын болсақ, қандай сандарды көбейткен кезде 30 болады? Әрине 6 мен 5, иә. Біреу өйткені 6-ны бөліп шығарып жатқандықтан мен 6-ға бөліп жібердім 30-ды. 30-ды 6-ға бөлетін болсақ, 5n деген мән қалады. Әрқайсынан жақшаның сыртына 6-ны шығарып жібердік. Себебі 6-ны қайтадан жақшаның ішіне көбейткен кезде сіздер бастапқы мәнді алуларыңыз керек. Мынаны ала аласыздар сіздер. 6-ны жақшаны ашып көріңіздер, қайтадан мына өрнек шығады. Енді осы жерден бізде жақшаны шығарғаннан кейін бір дүние пайда болды. Байқасаңыздар, мына жоғарыда жазылған дүние. Ол жерде не деп жазылып тұр? Мінекей жасылмен көрсетіп қоя салайын сіздерге. m-5-німіз 12 деген мәнді береді деп тұр. Демек, мына жерге жақшаның орнына апарып, мен нені қоям? Қазір 12 деген санды берем, қоям. Өйткені m-5-німіз 12-ге тең. Демек, сонда 6 көбейтілген мына жақшаның орнына мен 12 деген санды қояды екем. 6-ға 12-ні көбейтетін болсақ, 72 деген сан шығады. Есеп аяқталды. Келесі есебіміз. Егер x қосылған y тең болады -2 болатын болса, онда мына өрнектің мәнін табыңыз. Тағы да бізде жақшаны ашуымыз қажет. -2-ні әрқайсына жеке-жеке көбейтіп ашып алайын. -2-ні x-қа көбейтетін болсам, -2x-ті береді бізде. -2x. -2-ні -4y-қа көбейткенде минус пен минус плюс болады да, 8y-ті береді. Азайтылған 10y. Мінекей, бізде жақшаны ашып ықшамдап алдық. Енді осы жерден бізде не істеу керек? -2x-іміз тұра берсін. 8y-тан 10y-ті азайтатын болсам, -2y қалады екен. Түсініңіздер ме, оқушылар? Мұнда мен не істедім? Сәйкесінше y бар өрнектерді бір-бірінен азайтып тастадық. 8-ден 10-ды азайтуға болады. Y бар екеуінде де айнымалылар бірдей, әріптері бірдей. Сондықтан осылай істедік. Енді -2 деген сандарды жақшаның сыртына мен шығарып жіберуіме болады екен мұнда. -2 деген санды жақшаның сыртына шығаратын болсам, жақшаның ішінде плюс x плюс y деген мән қалады. Себебі екеуінен де -2 жақшаның сыртына шыққаннан кейін x пен y-тің таңбалары плюске айналады. Жақшаны ашсаңыздар, қайтадан мына өрнек пайда болайын деп тұр. -2-ні әрқайсына көбейтсеңіздер, бастапқы дүние пайда болады. Енді осы жерден бізде дайын келіп тұр екен. Мына тұрған дүниені қазір орнына апарып қоя саламыз. Яғни x қосу y-іміз бастапқыда -2 болатын болса, осы дүниені мына жақшаның орнына апарып қоямыз. x қосу y дегеннің орнына мен қандай санды апарып қоям? -2 деген санды орналастырамыз. Сонда -2 көбейтілген мына жақшаның орнына мен -2 деген санды орналастырамыз. Жақшаның ішіне жазып қояйық. Сонда -2-ге -2-ні көбейтетін болсам, +4 деген сан шығады екен. Есебіміз аяқталды осымен. Келесі тапсырмаға өтейік, оқушылар. Келесі тапсырмада бізде a бөлінген b тең болады 4 болса, онда мына мәннің өрнегі қандай? Сіздер былай жасасаңыздар болады. Негізі бұндай есептерді алдағы уақытта a мен b-ның орнына любой кез келген бөлінетін сандарды қоясаңыздар. Мысалға a-ның орнына 8, b-ның орнына 2-ні қойсаңыздар, 8-ді 2-ге бөлсеңіз 4 шығады, дұрыс па? Демек, сәйкесінше мына әріптердің орнына 8 мен 2-ні қоя салсаңыз болады. Немесе басқа сан. Қандай сандар 4-ге бөлсек болады? 16 мен b-ның орнына 4 деп қойыңыз. 16-ді 4-ге бөлсеңіз 4, демек мына жерге апарып қойсақ болады. 20 мен немесе 5 десек болады. 20 мен 5-ті апарып мұнда орындарына қойсақ болады. Бірақ кейбір жағдайларда оқушылар ол дүние орындалмай қалады. Сондықтан мына әдісті де үйреніп алғандарыңыз артық етпейді, жарай ма? Сондықтан кәдімгі алгебралық жолмен шығарып көрейік. Енді мына есепте a деген мәнді табуымыз қажет болады. Мына жерде байқасаңыздар, пропорция әдісін қолданамын мен. Пропорция әдісін қолданған кезде мынау b мен 4 деген санымыз қазір бізде көбейтілетін болады. Яғни осы жерден мен a деген мәнді табатын болсам, a тең болады 4 көбейтілген b деген мәнді береді. Яғни b барып не істеді? 4-ке көбейтілді. a-ның мәні бізде қандайға тең екен? 4 пен b-ның көбейтіндісіне тең болады екен. Пропорция қылып жібердік, иә? Крестик арқылы пропорция қылып жібердік. Бұны 4-ке қарай. Енді мен не істеймін қазір? Мынау a деген әріптің орнына апарып, мына өрнекті тап деп отыр. a деген әріпіміз 4b-ға тең деп тұр. Демек, a-ның орнына мен қазір 4b деген өрнекті апарып орналастырамыз. Сонда 3 көбейтілген, мінекей a деген әріптің орнына мен 4b деген айнымалыны қойдым. Өйткені шартымыз шығып тұр. Қосылған қалғандарын сол күйінше көшіріп жазайын. Қосылған 4b бөлімінде 2b. Енді демек оқушылар ары қарай 3-ке 4b-ны көбейтетін болсам, 12b қосылған 4b бөлшектің бөлімінде 2b-мыз тұра берсін. Енді
12 b мен 4 b-ні қосатын болсақ, 16 b-ні береді, бөлімінде 2 b. Мұнда енді бізде 16 b мен 2 b-ні бөлген кезде мыналарды қысқартып жіберуге болады екен. b мен b-міз қысқарады, 16-ны 2-ге қысқартатын болсақ, жалғыз 8 деген сан қалады екен. Келесі тапсырма. Мұнда бізде x айнымалысын тауып көрейік оқушылар. Пропорция жасайтын болсақ, мына жерде мен крестик қылып пропорция жасап көрейін. Былай мінекей сіздерге көрсетіп қойдым экранда. X пен 7 көбейтіледі. X крестик арқылы көбейтетін болсақ, y -1-ге көбейтіледі. Мына минус таңбаны тек біреуіне ғана алуымыз керек. Мүмкіндігінше көбінесе жоғарыға алайық, жарай ма? Минус таңбаны бөлшектің алдына жоғарғысына алатын боламын мен. Сонда 7-ні x-қа көбейтетін болсам, бізде 7x тең болады. Y-ті -1-ге көбейтетін болсақ, минус 1y болады екен. Осы жерден оқушылар бізде мен қазір x-тің мәнін тауып көрейін. X-тің мәнін табатын болса, ол 7 деген саны мынаған барып не істейді? Бөлу болып өтеді. Сонда минус 1y бөлімінде 7. Бірден табасақ болады. Негізі y-ті былай жібере салсам да болатын еді. Мен сіздерге жалпы әдісін көрсетіп жатырмын. Енді x-іміздің мәні табылды. Минус 1y бөлімінде 7. Осы мәнді апарып x-тің орнына орналастырайық. Немесе бұл жерде, осы жерде бізде сәл оңайырақ әдісін қолдан көрейікші, оқушылар, y-тің мәнін тауып көрейікші. Давайте, осы жерде x-пен тапсақ сәл ұзақтау болатын секілді, y-пен жеңілдеу болады. Осы жерден y-ті табатын болсам, менде оқушылар минус 1 барып мұнда бөлінеді, дұрыс па? Минус 1-ді 7x-қа бөлетін болсақ, минус 7x деген мәнді табамыз. Яғни y-ті қалдырдым осы күйінше, мына минус 1 деген санды теңдіктің сол жағына бөліп өткіздім. 7x-ті минус 1-ге бөлсем, минус 7x-тің өзі шықты. Енді демек мен y-тердің орнына апарып, мен қазір не істеймін? Мынау y деген айнымалылардың орнына мен қазір минус 7x-ті орналастырамыз. Сонда жазайық бізде. Мінекей 5y деген орнына 5 көбейтілген y-тің орнына минус 7x-ті орналастырайық. Минус 7x. Бөлшектің бөлімінде де 2x қосылған y деп тұр, яғни y-тің орнына мен минус 7x-ті орналастырдым. Мына жерде көбейту бар, көбейту белгісін абайлайық. Сонда бөлшектің алымында 5 пен минус 7x-ті көбейтетін болсақ, минус 35x-ті береді. Бөлімінде 2x-тан 7x-ті азайтатын болсақ, минус 5x деген айнымалыны береді екен. Енді осы жерде бізде минус x пен x-теріміз жойылады, қысқартып жіберсек, және минус 35-ті 5-ке бөлетін болса, бізде плюс 7 деген мән шығады екен. Есебіміз аяқталды. Оқушылар. Келесі тапсырмаға өтейік, үшінші тапсырмаға. Егер 4x минус y-іміз тең болады 3-ке болса, және x қосу 2y-іміз мәнін бөлгенде 3-ке тең болатын болса, онда мына өрнектің мәнін тап дейді. Бұл жерде оқушылар, мен алдымен қазір x айнымалысының мәнін тауып көремін. Ол үшін пропорция жасау керек болады. Яғни 3 пен бөлшектің бөлімінде тұрған өрнек көбейтіледі. Сонда менде 4x азайтылған y-тің мәні тұра берсін. Мынау пропорция арқылы 3-ке көбейтілетін болады. Сонда 3 жақшаның ішінде көбейту деп қойын. Яғни қазір мен көбейтпей тұрып жақшаның ішінде жазам. x қосылған 2y. Мінекей, x қосылған 2y-ті мен 3-ке пропорция арқылы көбейту өткіземін. Бөлшектің алымы сол күйінше жаздық. Енді осы жерден бізде жақшаны ашатын болсақ, 4x минус y тең 3-ті x-қа көбейтетін болсам, 3x-тің өзі шығады. 3-ті барып 2y-қа көбейтетін болсақ, бізде 6y-тің мәнін береді. Енді осы жерде оқушылар, мен қазір теңдіктің сол жағына x-тарды, оң жағына y-тарды өткізіп алам. Сонда 4x, мынау 3x-ті теңдіктің сол жағына өткізетін болсаң, минус 3x болып өтеді. Мынау 6y-іміз тұра берсін. 6y-тің жанына, оң жағына минус y-ті өткізейік. Мына минус y-іміз оң жаққа өткен кезде не болады ол? Әрине таңбасы өзгереді, плюс болып өтеді. Теңдіктің оң жағына, сол жағына ауыстырған кезде бізде айнымалылардың алдында тұрған таңбалары өзгереді. 3x сол жағы минус болып өтті, минус y плюс болып өтті. Енді 4x-тан 3x-ті азайтатын болсақ, жалғыз 1x қалады, бірін жазбай қойсам болады. 6y-ға 1y-ті қоссам, бізде 7y-тің мәнін береді екен. Мінекей бізде дайын түрде пайда болды. X-тің орнына нені қою керек деп тұр? 7y-ті қойсақ болады екен. Демек, мынау өрнектің орындарына, x-тердің орнына апарып, мен қазір 7y-терді орналастырып шығады екенбіз, оқушылар. 7y-терді қазір орналастырып шығады x-тардың орнына. Сонда бізде шығатын дүниеміз, мен қазір жазып шығам, асықпай, көк светпен.
2 көбейтілген 7y болады. Сонда демек бізде 2 көбейтілген 7y азайтылған 11y. Міндетті түрде бірінші көбейту амалы орындалады. Мына x-тің алдына минустан батыр, минусын жазып қоямын. X-тің орнына тағы да 7y орналастырамын. 7y қосылған 5y. Демек, енді ары қарай 2-ге 7y-ті көбейтетін болсақ, бірінші көбейту амалы орындалады. 14y-ті береді. Азайтылған 11y бөлімінде минус 7y қосылған 5y деп тұр. Минус 7-ге 5-ті қосатын болсақ, минус 2y деген мән табылады бізде. Енді бөлшектің алымынан 14-тен 11y азайтатын болсам, бізде 3y қалады екен, бөлімінде минус 2y. Сонда қысқаратын айнымалыларымыз бізде y пен y жойылады. Нәтижесінде 3-ті минус 2-ге бөлетін болсақ, минус 1,5 деген сан қалады екен. Есебіміз аяқталды оқушылар. Мінекей 3-ті минус 2-ге бөлдік, минус 1,5 деген жауап шықты. Өрнектің мәні табылды. Келесі, 4-ші тапсырмамыз. 4-ші тапсырмада бізде ең алдымен мына жерде x-ті өрнектеңіз дейді. Демек, мен пропорция амалын қолданамын. 4-ті барып, мына теңдіктің оң жағына пропорция арқылы өткіземіз, көбейту қылып. Сонда, мына бөлшектің алымын сол күйінше жазып қояйын. m көбейтілген x азайтылған 3b тең болады. 4-ті барып, мына теңдіктің оң жағына өткіземіз. Көбейтейік. Мына 2b мен, 2a мен минус b деген өрнекке көбейтіп шығамыз, 4 көбейтілген жақшаның ішінде 2a және минус b деген өрнек. Сонда m көбейтілген x азайтылған 3b тең 4-ті 2a-ға көбейтетін болсақ, оқушылар 8a болады. 4-ті минус b-ға көбейтетін болсақ, минус 4b деген өрнек пайда болады. Енді осы жерден бізде мына минус 3b деген өрнекті теңдіктің оң жағына мен өткізіп жіберейік. Мына b кедергі жасалмасын, өйткені мына жақта тек қана mx қалу керек. Бізде пропорция жасадық. Енді x-тің мәнін табу үшін жалғыз mx-ті теңдіктің оң жағын, сол жағында қалдырып, қалғандарын оң жағына өткізіп жатырмын. Сонда 8a минус 4b, мына минус 3b оң жаққа қарай өткен кезде таңбасы өзгереді, плюс 3b өтеді. 3b-ның алды минус болып тұр, оң жаққа өткенде таңбасы өзгерді. Енді осы жерден бізде ары қарай жазатын болсақ, mx тең болады. Мына жерде байқасаңыздар, 4b мен 3b екеуін азайтуымызға болады бізде, оқушылар. Минус 4b мен 3b екеуі азайтылып кетеді. Сонда 8a, сәйкесінше айнымалылар бізде минус 4b мен 3b азайтылып, минус 1b деген өрнек қалады. 4-тен 3 азайтылып, минус 1b. Осы жерде x-тің мәнін тап деп отыр. Бізде x-ті өрнекте деген сөз, ол x-ті табуымыз керек. Жалғыз x-ті қалдырам мен, осы жерден x-ті қалдыратын болсақ, x-ке көбейтіліп тұрған m деген айнымалы теңдіктің оң жағына енді көбейтіліп тұрса, онда ол бөлуге өтеді. Бөлуге өткізіп жүреміз. Сонда 8a минус 1b бөлімінде m деген мән. Мына 1-ді жазбай қойсақ болатын еді, жарай ма? Тек қана b деп жазсақ та жетеді. Сонда x-тің мәні мына түрде өрнектеледі екен. 8a минус b бөлінген m түрінде. Есеп аяқталды. Осы вариантты бекітесіздер тестте. Келесі өрнекте де x-ті өрнектеңіз дейді. Ең алдымен бұл жақта бізде пропорцияны былай жасасақ, айнымалы. Мінекей байқасаңыздар, бөлшектің бөлімінде тұрған сан минус 5n-ға қазір көбейтілетін болады. 4-ті минус 5n-ге көбейтетін болсақ, минус 20n-ді береді. Мінекей пропорцияға көбейтіп жібердім. Ал бөлшектің алымында мынау x бөлінген a минус 3s деген өрнек қалды. 4-ті 5n-ға көбейттік, минус 20n бөлімінде бөлшектің алымында x бөлінген a минус 3s қалды. Енді осы жерден x-тің мәнін тап деп отыр екен бізде, оқушылар. X-тің мәнін табу үшін мына x-ті қалдыруым керек болып отыр. Демек, мен мынау екеуінің орындарын ауыстырып жазып алсам, сәл өзіме ыңғайлы етіп жазып алсам, тура осы күйінше қалдырам мен қазір. Тек қана мына өрнекті теңдіктің сол жағына, ананы оң жағына өткізіп алуым керек. Әдемі қылып сіздерге түсінікті болу үшін. X бөлінген a минус 30s тең болады, минус 20n. Сол күйінше көшіріп жаздым. 30 емес, мынау 3s ғой. 3s кешірім сұрайын. Қателесіп кеттік. Яғни теңдікті сол күйінше көшіріп жаздым. Тек қана не істедім? Менде месталары полностью ауысты. Теңдіктің оң жағы мен сол жағын стандарт әдемі түрге келтіріп алдым. Өйткені мен x табуым керек, сондықтан x-ті сол жағында ұстап отырмын. Енді бізде осы жерден оқушылар қазір минус 3s деген өрнекті теңдіктің оң жағына өткізіп жібереміз. Өйткені x табуым керек. X-ті жалғыз